Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін біз Ниет қажылық компаниясына осы сезонның соңғы умрасын ұшып бара жатырмыз. Құдай қаласа, өтеп аман-есен қайтсақ деген ойдамыз. Және де біз YouTube форматта бұл влог болатын болады. Құрметті оқырмандар, мына жақта біздің сотрудниктер уже қажылық наборды таратып, және де визаларын таратып жатыр. Бізде регистрация қойын, регистрация болады. Регистрациядан қазір өту процесін барлығын көрсетеміз. Потом Кувейтке ұшатын боламыз, Кувейтте пересадка болады. Аллаға шүкір, міне бүгін осы умра сезонының ең соңғы группаларын шығарып салып отырмыз. Аллаға шүкір, осы группа аман-есен Меккеге барып, аман-есен құлшылықтарын атқарып қайтсын. Одан кейін үлкен қажылыққа дайындаламыз. Үлкен қажылыққа барып келгеннен кейін умраның жаңа сезонны Алла қаласа 2 шілдеден бастаймыз. Регистрациядан өтіп, билетімізді алдық. Мына жақтан өткізіп жатыр. Мына жақта апаларымыз, қажы апаларымыз. Сәлем жолдап қойыңыздар, апа. Сәлем деп қойыңыздар. Сәлем. Регистрация өтті, енді паспорт контролға қарай барасыздар. Апа, жол болсын, қазір біз де кіреміз, Құдай қаласа. Ассалаумағалейкум. Сіз не дейсіз? Не айтайын дегенсің? Біздің Бағлан аға, гид, ұстаз. Сіз қазір Кувейттен Жиддаға кетесіз? Алла қаласа қазір Алматыдан Кувейтке дейін. Сосын ихрамымызды киіп, иншалла Жиддаға. Ал біз Медина қаласына кететін боламыз. Бізде 2 топқа бөлініп жатыр. Сізде қанша адам? 43 адам иншалла. Бізде 48 адам. И ары қарай кететін боламыз. Go! Қажыларымыздың барлығы жиналып жатыр. 2 топтың да. Қазір фотоға түсіріп, кішігірім фото жасаймыз естелікке. Барлығы енді жайғасып енді ұйқыға кетеді. Біз әлі 5 сағат ұшамыз, 5 сағат 30 минутта ұшамыз. Біздің де ұйқымыз келді, енді түнгі рейс болған үшін біз ұйықтайық. Біз Кувейт қаласының аэропортына жеттік. Сағатты қазір айтам. Бізде 7-ден 49 кетті. Біз Алматы уақыты көрсетіп тұр. Примерно біз сағат 10-дарда иншалла Мединада боламыз. Мына жерде қазір бізде пересадка болады. Қазір Кувейт қаласының аэропортын сіздермен таныстырамыз. Қазір біз Кувейт аэропортындамыз. Мына жақта өзіміздің 2 тобымыз, Жиддаға кететін тобымыз ана G3 зонасында қалды, ал біз өзіміз G4 Мединаға ұшатын тобымыз осы күту залында отыр. Бұл жерде бізде 48 қажы. Мен капюшон неге киіп алдым? Өйткені шашым сәл ұйықтағаннан құртылып тұр. Солай болып тұр. Әр жерде бізде күту залында осындай посадка отыратын барлығын көрсетіп жіберсек. И және де мына жерде бізде тамақтансаңыздар болады, тәтті, су, анау-мынау қарындарыңыз ашса деген секілді. Әр жерде картамен қабылдайды, және де наличный қабылдайды. Сосын мына жерде бізде 2 теледидар бар. Біреуінде Мединаға ұшатын рейстің нелері, жақын арада ұшатындары. Ал мынауысы полный осы аэропорттың ұшатын рейстерінің уақыттары. Жақта біздің қажылар отыр. Және мына жерде бізде уборный, яғни әжетхана кіріп дәрет алып алады. Және де Жиддаға ұшатындар бар. Біздің 2-ші тобымыз Жиддаға ұшады. Ол кісілер ана жақта G3-де қалды. И осы жерден өзінің ихрамдарын ауыстырып, ихрам халіне кіріп, сол жаққа баратын болады. Жалпы осы Кувейт аэропорты үлкен емес, орташа аэропорт. Бұл жерде адасып кетем деген қорқыныш болмайды ешқандай қажыларда. Аэропорттың ішіне келдік, кеше кондиционер. Сол үшін салқындап қалмас үшін осындай алып алсаңыздар болады негізі. Қалай апа, қандай сезім болып тұр? Жақсы. Керемет. Мына маймен. Жүріңіз. Қажеке, Ау, қандай сезім болып тұр? керемет сездім.
Не айтарым, білмей тұрмын шынымды айтсамшы. Ассаламу-алейкум ва рахматулла. Бүгін Алланың қалауымен біздің осы маусымдағы ең соңғы группамыз Медина қаласына келіп жетті. Иншалла қазір барлығы автобусқа жайғасты. Мединадағы қонақ үйімізге аттанып бара жатырмыз иншалла. Біз дәл қазір өзіміздің отелімізге келдік, қонақ үйімізге. Аяқта қажыларымыз өздерінің заттарын шығарып жатыр. Жүсіп Әл-Хижра деген қонақ үйге келдік. Дәл қазір бізді жайғастырып жатыр. Гид гостиницаға келіп жайғасып, уже Пайғамбарымызға сәлем беріп, біраз тірліктерді бітіріп тастап, қайта влогты жалғастырып жатырық. Сіздерге гостиницаның нөмірін және де гостиницаның ішінің барлығын таныстыратын боламыз. Дәл қазір біз Нүсік Әл-Хижри деген гостиницада жатырмыз. Осы жерде 48 қажымыз. Біздің біздің отельге мешіт 100 метр арақашықта орналасқан өте жақын қонақ үйлердің бірі. Сіздерге де осы қонақ үйге жатуға кеңес беремін. Бізде Мединада екінші күн, өзіміздің отельден сағат 7-те шықтық. Бізді автобус күтіп тұр. Қазір Медина қаласына экскурсия жасайтын боламыз. Полный экскурсияны сіздерге көрсететін боламыз. Қажыларымыз түнде раудасына кірді, Аллаға шүкір. Өзіміздің Пайғамбар исламның мешітінде намаздарын оқыды. Енді біз автобустың ішіне кіреміз. Алейкум ассалам. Аяқта біздің браттар. Біздің автобус. Біз дәл қазір ислам тарихындағы ең алғашқы мешіт Құба мешітіне келе жатырмыз. Мына жақта қажыларымыз. Дәл қазір біз Құба мешітіндеміз. Мына жақта мен петличканы сәл тығып ұстадым. Проф петличкаларды көрсе, ақ қояды деген сөз естідім да. Олшын сәл петличканы тығып тұрмын. Жалпы осылай, мына жерде Құба мешітіне келдік. Біз экскурсияға. Бұл жерде екі ракат намаз оқылған намаз, осы жердегі бір умраның сауабымен тең деген не бар, хадис бар. Қарасаңыздар болады. Құба мешіті өзі сондай адамға бір жағымды иесінің өзі әдемі болып тұр. Дәл қазір сәлем намазын оқыдық, духа намазын оқыдық, нәпіл намазын оқыдық, 6 ракат оқыдық. Мына жақта өзіміздің қажыларымыз да дұғасын етіп жатыр. Аллаға шүкір, сіздерге де осы жаққа келуді нәсіп етсін. Қарасаңыздар болады, қандай керемет мешіт. Дәл қазір Ухуд тауына келдік. Алланың қалауымен біздің влогымыз әлі де жалғасуда. Мына жақта қажыларымыз Ухуд тауына келдік. Қазір осы жерде түсіндіретін болады барлығын. Қалай болып жатыр аға? Керемет, сөз жоқ, енді айтатын бар ғой. Келім екен деген. Алхамдулилля. Компания қалай сізге? Сервисі? Компания Алла разы болсын қызметкерлеріне де, компанияға да, бәріне осындай бізге рум-тур жасап беріп жатқан, осындай біз көмектесіп жатқан. Алла разы болсын. Өте керемет. Аға, сіз кеше раудаға кірдіңіз ба? Иә. Қанша ракат намаз оқыдыңыз? Раудада 2 ракат, одан 8 ракат оқыдым. Қойшы, кәдімгі кіріп, 2-де кірдіңіз, Иә, 2-де. 2-ден бір сәл бір 15 минутта задержка ұстап кіргеннен кейін сол көп ішіне көп жүргізіп қойды, шығармай. Мынау Ухуд төбесі, Ухуд тауының, Ухуд соғысының тарихын білдік. Мына жақта жалпы экскурсия өте қызықты өтуде. Қарасаңыздар болады, Ухуд төбесі. Бұл жерде кәдімгідей үлкен соғыс болған мүшриктер мен мұсылмандардың арасында. Және де мына жақта 50 садақшының тұрған төбесі. Ана жақта жаңа көрсетілгендей Хамза радиоаллаху анхумен жаңағыдай басқа да шахидтер жерленген, 70-тей шахид жерленген мына жақта. Тарихы өте терең жер. Егер сіздер умраға келіп жатсаңдар, сіздерді міндетті түрде қажылық компаниялар осында алып келеді. Ал біз енді құрма бағына келдік. Өзіміздің базарлықты бітірдік. Мына жақта құрма, сухри, әжуа барлығын алдық. Болашақ қажылар, біз дәл қазір Зул-Хулайфаға келдік. Яғни шекара деп аталынады. Бұл жерге 2 ракат намаз оқиды. Осы жерден ихрам халіне кіретін болады. Құрметті қажылар, қазір бітеміз. Әйел кісілер мынау 8-ші есікпен кіріп
осының ішінде 2 бас намаз оқып, ниет етіп шығасыздар. Дәреті жоқ кісілер міне анау есік тұр. Ана әйелдер кіріп жатыр, көріп тұрсыздар ма? Кетсем болады. Тоқтаңыз, айтып алайын. Сол жермен барып, дәрет алып, дәреті жоқтар. Сол жермен дәрет алып, әйел кісілер. Одан кейін келіп намаз оқисыздар. Намаз оқып болғаннан кейін тура осы жерге жиналамыз. Кіре беріңіздер әйел кісілер. Ниет етіп шығыңыздар, ниет етіп, жақсы ма? Ерлерді қай жерде дедіңіз? Енді айтамын қазір. Енді ерлерді апарам. Болды, бара беріңіздер әйел кісілер. Мына апамдарға қарап жүріңіздер. Енді жүріңіздер әйел кісілер. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Дәл қазір бізде Нусук приложениесі арқылы умраға тіркелу деген зат бар екен. Оны бүгін білдік. Мына жақта осындай нәрсе тексеріс болып жатыр. Мына жақта адамның очерті өте көп. Құдай қаласа өтіп кетеміз деген ниеттеміз. Аллахтың қалауымен Мекке қаласына кірдік. Дәл қазір міне сондай бір қиын сынақ берді. Өтіп кеттік иншалла Аллахның қалауымен. Мекке қаласынан Нусукпен соңғы маусымдағы қажыларды, соңғы топтарды осылай кіргізіп жатыр екен, тексеріп. Жаңа көрсетілгендей пробка болып тұр. Енді қазір өзіміздің қонақ үйімізге барып жатырық. Қандай сезім болды? Сезім болмаған өзінде. Құрметті болашақ қажылар, біз дәл қазір Эмара Элит отеліне келіп Меккеге жайғастық. Мына жақта біздің қажыларымыз өздерінің бөлмелеріне барып жатыр. Қандай әсер болып отыр сізде? Аллаға шүкір, жақсы әсерден. Алла разы болсын. Не лайфқа қайтасыз болашақ қажыларға? Мына влог болып жатыр бізде. Негізінде осы компаниямен келгенді ұсынамын, негізі болашақ қажыларға. Өте жақсы, тиімді. Алла разы болсын деп айтамын. Отбасыларына берекет, отбасыларына осы дүние ақыретін жақсылық нәсіп етсін. Болашақ қажылар, біз өзіміздің отельден тынығып, тамағымызды ішіп, кешкі асымызды енді Қағбаға қарай шығып бара жатырмыз. Мына жақта біздің қажыларымыз дәл қазір қасиетті Қағбаны бірінші рет көретін болады. Қазір мына жақта апалардан сұрап жүрейік. Қандай сезім болып тұр сіздерде? Керемет, жақсы. Ерекше сезім болып тұр. Ерекше сезім, жүрегім аузыма. Бірінші рет. Қабыл етсін. Барлығымыз бірге көреміз. Аллаға шүкір. Міне барлығы түсіп жатыр. Тура сағаттың асты жағында тұрмыз. Дәл қазір Әл-Қарам мешітіне кіреміз. Ал құрметті қажекелер, қазір біз умраның екінші әрі парыз амалы болған тауафты бастайын деп жатырмыз. Қазір қасиетті Қағбаға кіреміз. Кірерден алдын бірінші айтылатын нәрсе, құрметті қажекелер, қазір мына жерден сап түгендейміз. Ер кісілер алдыға тұрып, әйелдерді ортаға алып, жан-жағынан қоршап сап істеп аламыз. Сол сапты ешкім бұзбау керек, жақсы ма? Бұзсаңыздар, ана Қағбаның қасында адамдар жүреді, просто өткен кезде бұзылмасын, сол жарай ма? Одан кейін кіреміз, кіргеннен кейін кірмей жатып мен айтам, басымызды төмендетеміз деп айтам. Сол кезде барлығыңыз басты төмендетесіздер. Мен өзім алып барам, жарай ма? Бетіп жерге емес, 5-6 метр алдыңызға қарап жүресіз, көтермейсіздер. Мен көтереміз, алдыңызда Қағба дұға етеміз деп айтқан кезде ғана бастарыңызды көтеріп, Қағбаға қарап дұға етесіздер, жақсы ма? Одан кейін Қағбаны айналып жүрген кезде мен өзім дұға айтып жүрем. Сол кездер сіздер де артымнан қайталап дұға айтып жүріңіздер. Қағбаның қасында қазір адам сәл көп болуы мүмкін, бетіп жүріп жоғынан телефонмен, жарай ма? Жақсап дұға етіп алыңыздар, ертеңдер өздеріңіз келер, сол кезде жасайсыздар. Енді арамызда ойбай, мен қазір Қағбаны қара тасты ұстаймын дейтіндер болса, қазірден шыға берсін. Қазір біз кіремізде бірінші Қағбаны айналамыз. Умраның шарттарын өтейміз бүгін. Қағбаны сүйеу, ұстау ол умраның шартына кірмейді. Бүгін біз умраны бітеміз. Қонақ үйлеріңізге барып 4 көздеріңізді түгел жайғастырам. Ертең бір күн демалыс уақытын берем. Сол кезде келіп құшақтайсыз ба, өздеріңіз білесіздер. Жақсы ма? Бүгін бірақ сапты бұзбайсыздар. Аллаға шүкір, құрметті болашақ қажылар, сіздерге де осы мекенге келу бұйырсын. Біз дәл қазір өзіміздің тауабымызды жасап жатырмыз. Және амалдарымды. Дәл осылай. Құрметті болашақ қажылар, біз тауабымызды аяқтап, енді Сағиға қарай бет алып бара жатырмыз. Дәл қазір біз Сафа
Сафа Марваны бастайын деп жатырық. Дәл осылай біз бірінші этажда адам көп болғандықтан екінші этажбен барайын деп жатырмыз. Сіздерге ыңғайлы болсын деп барлығын осылай түсіндіріп жатырмын. Болашақта келіп жатсаңыздар. Оқырмандар, біз Сафа Марвада уже жүгіріп бастадық. Не үшін жүгірдік? Жай, біз қазір Сафа Марваға келдік. Бұл жерде кезінде біздің Хажар анамыз баласы Исмаилға су іздеп жүгірген. Сол үшін біз ерлер қауымы жүгіреміз, әйелдер қауымы үшін кезінде Хажар анамыз жүгіріп қойған. Содан қалған дәстүр, үрдіс. Біз тауафты бітіріп, енді Сафа Марвада кетіп бара жатырмыз. 7 рет жүріп өтеміз. Бұлай 500 метр, бұлай 500 метр. Онда 7 рет 3,5 километр шығады. Ал егер апаларымыз болады, қар кісілер келіп жатса, ана жақта олымта қарастырып қойған коляскамен алып жүреді екінші этажда. Ешқандай уайымдайтын түгі жоқ. Келіп осында құлшылықтарыңызды жасай бересіздер. Біз де уже 4-ші айналымға кетіп бара жатырмыз. Қазір Марваға қарай жүретін боламыз. Міне, тамаша. Бұл жерде дұға етеміз. Әр Сафа Марвада дұға етіп, әр айналымда дұға ететін боламыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر Жалпы Сафа Марвада бізде көбіне ризық сұрағанымыз абзал екен. Неге? Себеп кезінде Хажар анамыз екі таудың арасында жүгірген кезде су сұраған. Ал су Алланың берген ризығына жатады. Сол үшін осы екі таудың арасында көбіне ризық, дүние сұрағанымыз абзал екен. Бұл жер хижридің бастауы. Мұсылмандар хижридің бастауы осы жер. Яғни пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр екеуі келіп, осы таудың үстінде 3 күн жасырынған меккеліктерден Мединаға хижрет ете алды. Бұл біз үшін өте тарихи оқиға орын алған жер болып есептеледі. Ал біздер қазір қажыларымызбен Мекке қаласындағы зияраттамыз. Бұл жерде біздің таныстыратын нәрсеміз үлкен қажылықтың парыздарымен, уәжіп амалдарымен таныстырамыз. Және біз дәл қазір үлкен қажылықтың ең үлкен амалы, ең үлкен парызы, ең үлкен шарты Арафа жазығына келдік. Енді құрметті қажекелер, жаңа айтқанымыздай, Минаға барып адамдар бір күн түнегеннен кейін, таң намазын оқығаннан кейін барлығын осы жерге әкелеміз. Жаңа шатырлар көрдіңіздер ғой. Жан-жақтың барлығына шатырлар қойылады. Сол жерге қарыздарды әкеліп жайғастырамыз. Бесін намазы мен асыр намазын оқып аламыз да, не істейміз? Барлығы бірге дұға етеді. Дұға ете береді құрметті қажекелер, және барлығы иншалла Алланың құзырында плюс болып неседі қабыл бола береді сол күні. Мына қай күн екен? Зүлхиджа айының 9 күні Арафа күні. Міне сол күні құрметті қажекелер адамдар неседі екен жақсылап дұға етеді. Енді мынау алдарыңызда тұрған қарасаңыздар, бұл Рахман тауы деп аталады. Алдыңызда тұрған белгі тұр ғой, кішкентай тау. Осы жер Рахман тауы деп аталады. Бұл жерде екі нәрсе орын алған. Біріншісі, адам ата мен Хауана жер бетіне қуылғаннан кейін бір-бірін жер бетінде 300 жыл іздеген. Яғни адам ата Шри-Ланкаға, Хауанамыз Джидда деген қалаға түскен. Сөйтіп екеуі бір-бірін жер бетінен 300 жыл іздеген деп айтады. Сөйтіп Алланың рахымы түсіп, Алла тағала екеуін кешіріп, осы Рахман тауында жолықтырған екеуін. Алланың рахымы түсіп, содан кейін Рахман деген тау болып аталады осы. Көріп тұрсыздар ма? Бетік баған өзі ерекше болып тұр. Сол Нұр тауы. Ассалаумалейкум құрметті оқырмандар, құрметті болашақ қажылар. Дәл қазір мен өзім влогты алдым өз қолыма. Мен қазір Джабал әл-Хандамаға баратын боламын. Құрметті оқырмандар, біздің влог жалғасып жатыр. Біз дәл қазір Джабал әл-Хандама деген жердеміз. Мына жақта енді өте әдемі вид. Барлықтарыңызға келу осы жерге бұйырсын, иншалла.
Жаңа ғана сіздерге күн батып жатқан көрсеткен едім. Енді күн батып, мына жақта Мекке қаласы жарқырап тұр. Қарасаңыздар болады. Дәл қазір біз қажыларымызға осындай компания атынан сертификат таратып жатырмыз. Енді сіздерге осы ниет қажылық компаниясының атынан, біздің ұжымдастардың атынан осындай сіздерге деген кішігірім алғыс хаттар бар. Біреуін ашып оқып берейін, одан кейін қалған сіздерге таратып беретін боламын, жақсы ма? Құрметті қажылар, өміріңіздегі ең маңызды сапарларыңызды бізге сеніп тапсырғандарыңыз үшін рахмет, көңілдеріңізден шықтық деген ойдамыз. Ізгі тілекпен ниет қажылық компаниясы осы сіздерге деген кішігірім алғысымызды қабыл алыңыздар. Иншалла, қандай да бір қате кемшіліктер болса, сіздерден басымыз иіп кешірім сұраймыз. Мынау сіздерге ниет компаниясы сіздерге рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Міне, әйтеуір келіп бізде көріп, көзімізбен көріп, қуанышта болып қалдық. Естігеннен де көрген жақсы деп. Рахмет балаларым, сендерге рахмет. Алла разы болсын. Барлығымыздың тілегіміз қабыл болсын. Ниетіміз түзу болып енді осы жаққа келе беруге Алла тағалам нәсіп етсін. Дәл қазір біз Джидданың аэропортында отырмыз. Алланың қалауымен өзіміздің умрамызды аяқтадық. Қажыларымызды алып шықтық. Автобуспен осы жаққа 1 сағаттың ішінде келдік. Дәл қазір біз Кувейтке ұшатын боламыз. Кувейтте бізде пересадка Алматы қаласына кететін боламыз. Алла қаласа бізбен соңына дейін болыңыздар. Біз Алматының аэропортына дейін сіздерге полностью көрсететін боламыз. Барар, қайтардың барлығы сіздерге, сіздер үшін. Ассалаумағалейкум, құрметті қажылар. Дәл қазір біз Джидда қаласының әуежайында тұрмыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қажыларымызбен бірге Кувейтке ұшқалы жатырмыз. Кувейтке барамыз, 2 сағат сол жерде қажыларымызбен уағыз насихат болады, яғни сол жерде аялдаймыз. Одан кейін тікелей Алматыға 4 сағатта ұшып баратын боламыз. Біздермен бірге болыңыздар. Бұл арнайы түсіріп жатқан видеоларымыз сіздердің рухани сапарға келіп, рухани сезімдермен бөлісеміз. Кувейт аэропортынан Алматы қаласына қарай отырып жатырық. Автобуспен десең де. جلوس على المقاعد في أقرب وقت ممكن حيث يكون المكان خاليا ولكي تسمح بمرور باقي الركاب القادمين. Şöyle Алматыға кетіп баратырмыз. Кувейтте 2 сағат аялдадым. Ал құрметті оқырмандар, дәл қазір мен қорытындылап жүремін. Алланың қалауымен барлығымыз умраны өтедік. 48 қажы, 7 күн. Осы 7 күнде барлығын сіздерге түсіндірдік деген ойдамын. Бірінші келген адамдарға бұйырса сіздерге де Аллах тағала нәсіп етсін. Осы умраға келу, үлкен қажылыққа келу нәсіп етсін сіздерге. Біз ары қарай пайдалы ақпараттарды беруді жалғастырамыз. Біздің YouTube, Instagram және TikTok аккаунттарымызға жазылып қойыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Қош сау болыңыздар.